таблиғи жамағат өкілдері заңмен тыйым салынды бұл ұйымға. Еңбекшіқазақ ауданында бір азамат болды, түрмеде неше жыл отырып келген жаңағыдай. Сол азаматпен сөйлестім мен де отырып. Сен не себепті дағуатқа кетіп қала бересің дегенге. Үйде әйелім ауырды дейді. Сонымен достарымнан көмек сұрадым дейді. Не істеймін жаңағыдай. Әйелім ауырып қалды. Не жағдай жасаймын дегенім. Дағуатқа шық. Дағуатқа шықсан, Алланың қалауымен жаңа әйелім жазылып кетеді деп айтты дейді. Сөйтіп 4 айға кетіп қалдым дейді Пакистанға дейді. Келсем әйелім сап-сау жазылып кетті дейді. Сонымен мен қалжыңдап күлдім. Аға, сіз дәрі-дәрмек іздеп жаңағыдай әйеліңіздің қақысын берудің орнына өзіңіз далаға кетіп қалыпсыз ғой деп жаңағыдай. Әрбір отбасының тірегі ер азаматы ғой, мысалы әке Асқар Тау дейді мысалы. Сол әкесінің өз алдына жаңа далада қаңғырып жүрген кесірінен үлкен ұлы мысалы ұрлық жасап темір торға тоғытылған. Ол не үшін ұрлық жасайды? Үйінде жейтін тамақ болмағаннан кейін біреудің малын ұрлап, жаңа ауылдасын соны сойып алып, ұсталып, сөйтіп түрмеге сотталып кеткен. Ағымның бір мұсылманға беретін пайдасы жоқ екенін байқаймыз да. Діни білімсіздіктің салдары ғой.